Қамаржай. Мен сені 3 күн бойы күттім ғой. Адамды осылай қорлауға бола ма? Қымбаттым-ау. Күтудің де, шыдамның да шегі болады ғой. Неге келмейсің? Мен ұнатпайтын болсам, онда телефонмен сөйлескен неге ашып айтпайсың? Кісіні әуре салып қойғаның не? Бәрібір де мен сені өмір бақи күтуге дайынмын. Кетіңдер, бәрін де кетіңдер. Маған ешкімнің де қажет жоқ. Өйткені мен де ешкімге қажет емеспін. Анам болса бүйтпес едіңдер. Саған не болған? Не айтып тұрғанды өзің білемісің? Білмейді. Ол бүгін тұңғыш рет азамат атанып арақ ішіп келіп отырған жоқ па? Батыр қараң сайрамай. Әзіліңді көтерер жайым жоқ. Бағана жұмыстан шаршап келгенде біріңді де таппадым. Құдай сендерге тіл берген. Теміржан-ау, үйде болмасақ та көшеде қыдырып жүрген жоқпыз ғой? Қыдырып жүрсіңдер. Паркте, жігітпен. Осы үйдің қамын ойлайтын жалғыз мен бе? Аз қыдыр аралап жүр екен десем, әкеміз екенсіз ғой. Жылаған баланың не қараламап едіңіз. Енді не іздеп жүрсіз? Құдайға шүкір, ер жеттік. Даусымыз шықты, дауласып та жатыр. Көзіңіз өтіп кетер, ұстамай тез кетіңіз. Кетіңіз. Тимур, сені бұны не? Әке! Әке? Ермекжан, сенің әпке дегенің қалай? Мен сенің маманмын. Жоқ, сен менің әпкем екенсің. Менің мамам өліп қалған. Әпкем екенсің. Жоқ, Ермекжан, мен сенің әпкен емес, мен сенің маманмын. Маманмын мен сенің. Жоқ, сендер мені алдадыңдар. Илансаң бар ғой әпке. Таңертеңнен бері Гауһар екеуміз нәр татқан жоқпыз. Ательеге барып едік. Шаршап өле жаздадық. Адам көп екен. Тапшырып кешкі. Бүгін алдымызға күн жара қойсаң да жібереміз. Ательеге ақшалар болмаса, неменесіне барып жүрсіңдер? Жай, ақшалы кездеріміз келсін. Ательеге ақшалы адамның баруы жаңалық емес. Әпкеден, ательеге маркезе түсіпті. Гауһардан азын-аулақ ақша алатырмақ едім. Жете алмадық. Жете алмағанымызда дұрыс болған шығар. Әйтпесе, кейін қайдан тауып берер едік? Неге? Тауып беретін едік қой. Тимур ертең айлық алады. Оның айлығы өзінен артылмайтын болды ғой. Өткен жолы паркте бір қызбен көргем. Меніңше, финанс жағын сол кісі басқарып жүреді. Ал, тамақ ішті. Ойбай-ау, сендердің қарындардың аш екені білмей қалғаным. Әйтпесе тамақты молында жасайтын едім. Әлгінде Тимур хабарласып, бір жолдасымды ертіп келем деп еді. Жарайды, солардың сыбағасына салып беремін. Жоқ апа, керек емес, бізге осы да жетеді. Жаным-ау, азаннан бері дымсыз басандар қайдан жетсін? Оларға котлет қылып бере салармын. Әпке, бізбен бірге далаға шықсаң қайтеді? Жоқ, кәсімде. Сен әпке, сен үйреткен не айтқан заттар? Бала сияқты. Соны айтам. Өрлі-мөрліге бастап едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, бәрімізде жазылмаған тастар едік, армандастар жолдастар.
емес. Жай өзіміз ғой. Ал жігіттер, қыздар төрлетіңдер. Төрлетіңдер, отыр. Сіз неге той жоқ дейсің, мамуля? Неге той жоқ? Той бар, енді болады. Бүгін менімен бірге 2 жыл бойы бір заводта істеп келе жатқан ең жақын досым Сұлтанның туған күні. Және ол босағанын бірінші рет аттап отыр. Демек, біз үйде бір емес, 2 той болу тиіс. Ал Камиля, шығарсың да далаға. Көп болады. Теміржан-ау, мыналарын ұят болып қалды бе? Неге күні бұрын айтпадың? Ылғи да асығыс. Тым болмаса телефонмен бір қоңырау шалса нетті? Ничего, мамуля. Қуаныш атаулының ойда болмаған жақсы. Күні бұрын білген қуаныш емес, эффекті аз болады. Ал Сұлтан, бұл менің әпкем, өзім мамуля деп атап кеткем. Ал мына 2 қыз, сіңілім Назила және оның подружкасы. Екеуі бірге институтта оқиды. Ал мына 2 қыз, Камиля және Светлана. Қазақша аты Сұлухан, атты очень неудачный ат, сондықтан Светлана деп атап кеткенбіз. Все, моя миссия окончена. Теперь прошу за стол. Ал, Сұлтан, Тимурдың досы болсаң, менің де туған інімсің. Туған күнің құтты болсын. Ал жігіттер, қыздар өздерің отыра беріңдер. Мен барып тамақ жасап келейін. Назира, сен не осы үйдің қонағысың? Бak мамуляға көмек бермейсің бе? Неткен баймыз. Ал біз Гаухар екеуміз ақшаның жоқтығынан күні бойы тамақты ішеміз. Байлығы еш уақытта жұртқа бірдей бөлінбейді. Таба алмай жүрген асыңның ет жегенін көресің. Ретсіз бөлген дүниенің айтшығыдай төресің. Тоқтат! Тілімді кесіп атвармай өзгіштеймін қазір. Көп болады. Жоғалт көз. Достар, жолдастар, сендер оның сөздеріне мән бермеңдер. Ол аздап ненормальный болады. Дегенмен, біз жақтырмай қалғаннан тілінің у бар біз екен. Қазіргі заманда жұрттың бәрінен ай беру шарт емес. 20-шы ғасыр ғылыми техникалық прогрестің ғасыры емес, субъективті пікірдің ғасыры. Біреуге ұнау үшін әрекет жасау құр берекешілік. Біреуге ұнамауды мақсат етуде адамды рухани тегістікке итермей ме? Сен мені дұрыс түсінбей қалыпсың. Біреудің қас-қабағына қарап, соның ақыл оймен өмір сүру қайткен күнде де ой бостандығынан айырады. Ал ой бостандығы болмаған жерде айталық мына сен. Қолыңа гитара ұстап, туған күніңді думандатып жүргеніне қарамастан, тіпті 12 мүшесі ұстау, қаланың ортасынан 3 бөлмелі пәтеріңе, жергілікті комитеттің мүшесіне болғанына қарамастан, мына сен сыртын термен қаптай салған тұлып болар едің. Солай де. Біреуге ашулануға тұрарлық нәрсе екен. Дегенмен айта қойшы, біреуге ұнауды мақсат еткен адам ғана ой бостандығын естен ала ма? Объективті пікір деген бар ғой. Жоқ, Қалайша? Объективті пікірді жоққа шығарғың келе ме? жоққа шығарғым келмейді. Өйткені ол болған емес. Объективті пікір деген субъективті пікірлердің жиынтығы. Жолдастар, айтыс тоқтатуларды өтінемін. Жоқ, жалғастыра берсін. Меніңше өте қызық. Меніңше, дастархан басындағы адамдардың сөзінен ақ қоғам деңгейінің әлеуметтік көтерісі көрінеді. Объективті және субъективті пікірлерді күнде естіп қолданып жүрсем де, әлі анығына жете алмай жүрмін. Сұлтан, бұл жөнінде сенің ойың қалай? Сен өз сұрағыңа өзің жауап беріп отырсың ғой. Мен өз ойымды айтсам, ол субъективті пікір. Ал көпшілікке ұнайтын пікірді айтсам, ол объективті пікір. Қалай? Біздің әрбір құбылысқа деген өз ойымыз, өз пікіріміз болу керек. Онсыз адам болудан қаламыз. Егер өз ойы, өз мақсаты болмаған адам, ешқашан өз бақыты үшін күресе алмайды. Маған бұл соншалықты маңызды мәселе емес. Неге? Бұл деген бақыт үшін күресе білу керек. Ал сен сол бақыт деген не екенін білесің бе? Білем, мен жақсы білемін. Мен өз бақытым үшін күресе аламын. Бақыт? Сен сол бақыт үшін қалай күресе аласың? Оны да білемін. Бақыт деген мына сендер сияқты ойлай беретін ылғи сәттілік, қуаныш емес. Бақыт деген азап. Азап? Иә, азап. Бірақ бұл сергеден күйбең тіршіліктің азап емес. Үлкен мақсатқа барар жолдағы азап. Заловский, Достоевский, Королев қалай
немене ашпа? Мен ешқандай жаңалық ашпаймын. Сонда сенің айтпағың не? Жаңалық ашпайсың, диссертация қорғанбайсың. Демек азаптанбайсың. Соған бола бақыт үшін күрес алам дейсің. Өмір көрсетер оны. Жалпы жалынды сөйлеген адамды күдіктенемін. Өйткені олар көбіретте жалған айтады. Бақыт деген сөзбен істің бірлігі. Біз дастархан басында ақылды, тәртіпті сөйлеуді әбден меңгергенбіз. Ал өмірде соның бірінде орындай алмаймыз. Бұл бақыт емес, сор. Бұл сіздің өмірден деген философияңыздан гөрі бізге деген күдігіңізге көбірек ұқсайтын сияқты. Кама дұрыс айтады. Әңгіме жаңалық ашуда емес. Менің атам 1918 жылы Ақтөбеде ақтармен шайқаста қаза тауыпты. Баламның бақыты үшін депті. Баласы, яғни менің әкем, Сталинград түбінде белгісіз төмпешік болыпты. Балаларымның бақыты үшін депті. Енді неге біз бақытты тұрмыс құрмаймыз? Дұрыс айтады. Екі ғұмырың қиғанда келмейтін. Ол не деген бақыт? Иә, шынымен не деген бақыт? Ал, тамақта дайын бол. Қазір тамақ ішеміз. Қайда жиналдың? Тамақ ішпейсің бе? Жоқ, жаңа асханадан ішкенмін. Жұмыстан шаршап келеді деп. Рахмет. Айтпақшы, Омар Ленинградқа ұшады екен. Жетекшісі хабарласты. Тағы да ақша қаптат десеңші. Өз стипендиясы өзіне жетеді ғой. Жолына жетер. Одан соң не істемек? Енді бір мәнісі табылады. Диссертацияны абыроймен қорғап шықса. Қайдам? Көп болды сандалып жүргеніне. Платон боламын деп жүрме өзі? Платон болмаса да азамат болар. Ағам ғой әйтеуір. Қазір бір жолдасымның үйіне барам. Қол десе мына костюмді тікте салшы. Ойынан шығып кетіпті ғой. Жұртқа көрсететін өзінің жөнді бәтеңкемде қалмапты. Ертеңгі айлығын алайық. Несі бар? Ертеңгі айлығымды қарызыма берем. Қарыз? Ол не қарызда? Оны неге алып жүрсің? Жай, бір шаруаға керек болып қалып еді. Омар Ленинградқа жүретін еді ғой. Жүрсе қайтпектің? Есідің ғой, неменесіне қайталай бересің? Барсын. Барады ғой, барады. Неге зіркілдейсің? Сенің мұндай мінезің жоқ еді ғой. Сен үйде ме едің? Жұмыстан қашып жүрсің ба? Иә, қашып жүрмін. Сырттан бүгінгі бас ауыру қызы бар күтіп отыр. Мені кім күтіп отқанда шаруам болмасын. Көйлегі ғажап екен. Біздің атымыздан құтты болсын айтамын. Біз Гаухар екеуміз Маркизетке жете алмай жүрсек, ол шифоннан тіктіртіпті ғой. Иә, солай. Мә, спичкалай. Оны қайтем? Біз әні өңгі танымай қалып, темекі тұтату үшін сіріңке сұраған. Осы сен тіліңді кесе ол күн. Бүгін күн қандай тамаша. Әпке, бізбен бірге қыдырсаң қайтеді. Институттың 40 жылдығын тойлағалы жатырмыз. Алматы телестудиясы арнайы хабар жүргізеді екен. Репетиция болады. Солардың ішінде бір комментатор жігіт біздің Гаухарға ғашық болып қалыпты. Бірақ күнде ме? Жоқ, 15 минуттың ішінде. Я. Мен адресін сұрадым. Ол болма, хабар жүргізген мені көбе көрсетуге уәде бердім. Бізбен бірге болсаңыз, бүкіл студка көрінесіз. Шын айтам? Солай деңдер. Одан қашан қайтасыңдар? Түнгі сағат 10-дан қалмаймыз. Мен ақ бармай ақ қояйыншы. Әлгі комментаторларына ұнамай қалсам, сендерді де көрсетпей қояр. Үйде болайын. Шынымен бармайсың ба? Жоқ, өздерің бара беріңдер. Онда әпке, Ау, мынаның бар қоям, бір менсін білдіртпей қысқарта салыңызшы. Әйтпесе театрға кетіп баратын басқа көйлегім де бар ма? жарайды. Әпке,
Sen rенжіп тұрған жоқсың ба? Мен бе? Мен неге ренжу керекпін? Дені сау ма? Әпке дайым сол еді. Жарайды, онда біз кеттік. Жолдарыңыз. Сол. Ермекжан? Саған не болды? Кім тиді? Марат ұрды. Ол неге сені ұрады? Ол айтады, менің папам әскери ұшқыш дейді. Я, оның әкесі әскери ұшқыш екені рас. Мен де айттым, менің де папам әскери ұшқыш дедім. Я, бірақ ол Мараттың папасындай әскери ұшқыш емес жаным ау. Неге? Енді адамдардың бәрі әскери ұшқыш бола бермейді ғой. Сен одан да киіміңді шешіп тынығып ал. Мен саған да салқын компот берейін, я? Жоқ, ішпеймін. Неге? Сен маған шыныңды айтпағанша мен ештеңе де ішпеймін. Ермекжан ау, мен саған қандай шындық айту керекпін? Марат айтады, сенің папан тастап кеткен. Ол ешқандай ұшқыш емес дейді. Кейін сінесің қолым. Кейін. Жолдастар, бүгін біздің үйдің жеке мәселесін қарауға арналған үй жиналысын ашық деп жариялаймыз. Мені сәл кешігіп қалғаным. Жолдас Оспанова, отырыңыз. Оспанова? Оспанова нес? Әлгіндегі мамуля, әпке дегендерің қайда? Сіз бұл жайында өзіңізге сөз берген емессіз. Сіздің өзге отбасы мүшелерімен ақылдаспай, жұмысқа тұрғаныңыз өзге отбасы мүшелерін ренжіткені рас. Бұл жайында кімнің қандай ойы бар? Мен Қамажай апайды ертеңгі жұмыс күнімен құттықтаймын. Бірақ бізге айтпағаны өтпейді ме? Енді ғылыми тұрғыдан қарағанда әрбір адам өз қоғамына қай жағынан болса да пайдалы болуға тиіс. Себебі қоғам адам ойын жемісі. Қол еңбегі мен ой еңбегінің арасында айырмашылық жойылып, еңбекті творчество деп қарауға қалыптасып келе жатқан жаңа психологияның тұсында Сіз халық университетінде лекция оқып тұрған жоқсыз ғой? Сондықтан нақты сөйлесеңізші. ғылымға негізделмеген дәлел әлсіз болады. Сондықтан сіздерге түсініктірек болсын деп. Ой, тез айтып болшы. Бұл кісінің жұмысқа орналасуы заңды, бірақ біз үшін тым күтпеген жай. Демек, біздің отбасымызда шығын көп те, кіріс аз деген сөз. Бұл кісі финанс тапшылығын ескеріп, ұлттық табысқа өз үлесін қосуды ойлаған. Өзіміздің әлсіздігімізді, финанс тапшылығын сезіну бізге рухани соқты. Ал бұл кісі әйтеуір бір кезде қоғам өміріне араласуы керек екенін ескеріп, кәсіп таңдау жағынан өз басым қарсы екенімді білдіремін. Бұл мәселені өз қабырғамызбен кеңірек ойласып, жедел шешім қарастыру керек. Ой, болдың ба әйтеуір? Болдым. Міне гәп қайда. Сендер менің жұмысқа орналасуымды намыс көріп отыр екенсіңдер ғой. Бұларың дұрыс болмас. Мен сонда үйде қол қусырап отыра беру керекпін бе? Жоқ, сіздің кондуктор болам дегеніңіз ұнамайды. Дұрыс емес. Жұмыстың жаманы болмайды. Оның үстіне әжептәуір жалақы алып отырсам, оның бізге артық бола ма? Ермекжанда есейді, оның үстіне ұзартылған күн деген бар екен ғой. Соған береміз. Сәлеметсіздер ме? Түн жарымда қайдан жүрсің деп тыныштық па етеуі? Тыныштық, алдыңғы жолы ұятты болып қалыппыз, кешірім өтінем. Я, айып бізден де бар. Үйге келген қонақты қуып шыққандай болды. Сіңілім балалық жасаса, бізден де кешірім сұраймыз. Ал, отыра ғой. Мен қазір барып шай қояйын. Сіздің ертеңгі жұмысқа баруыңыз керек. Мен жұмыссыз-ақ ерте тұруға үйренгенмін ғой. Жұмыс? Ол не жұмыс? Сіздің мамулаңыз құрметті тақсыр. Ертеңнен бастап автобуста кондуктор болып жұмыс жасайды. Мамуля, рас па? Рас. Ал біз ше? Біз нес? Одан не болушы еді? Сіз дегенім... Сендердің бірдеңе білдірген жоқсыңдар. Сіз дегенім, мамуля. Мен
Мен үйленем. Үйленемін. Үйленеді. Осыған жетіп тындым де. Прощай, оружие, кімге? Тамаға. Мен не деймін? Мамуля, Ом, Наз, Гаухар, сендер де мені үйленетіме қуаныш демейсіңдер ме? Қуанады деп алып ұшып келсем бұл үйге. Қайғылы хабар естігенде тұнжырадыңдар да қалдыңдар. Мен де сендерге бөтемін бе? Теміржан, қой қарағым, сені бөтен деп. Той жасаймыз, дүрілдеп тұрып жасаймыз. Ақша деген табылады ғой. Менің гострахта ақшам бар. Гострах? Вот, страховщик, сәлімін қара көзіңіз. Теміржан, көтер басыңды, түк тұр. Жөнделіп тұр, я. Сені ақша деген табылады, тойыңды жақсылап тұрып жасап береміз. Ал енді ағана барып рұқсат сұра. Мен де өзімді сөйтейін деп едім. Батылым бармады. Ом, рұқсатыңды бересің бе? Отбасы кішігірім мемлекет. Оны басқару үшін жалғыз махаббат жеткіліксіз. Отбасы басшысының бойында ұстамдылық, көрегендік, кешірімділік, мейірбандық сияқты көптеген компоненттер жинақталуы тиіс. Онымен қоса, отбасы басшысы нәзік дипломат болғанды жөн. Егер осы қасиеттер, Омар, осы рұқсат бермеймін деген сөзің емес пе? егер осы қасиеттер адам бойында қалыптасқан болса, Қалыптасқан. Қалыптасқан. 3 күннен асты. мұндай жағдайда өз тарапынан інімнің үйленуіне рұқсатымды беремін. Құрметті тойға жиналған ағайын жұрт достары, бүгінгі Тимур мен Камиланың шаңырақ көтеру тойына қош келдіңіздер. Ал енді той төріне екі жасты жар-жараңымен шақырамыз. Ал бірінші сөз кезегі әулетіміздің тірегі болып отырған ана орнына ана болған Тимурдың туған әпкесі Қамажайды шақырамыз және оның бауырларын шақырамыз. Тимур, Камила, жандарым бақытты болыңдар. Бүгінгі күнді анам көзі жоқ болған әрине өте өкінішті. Бақытты болыңдар. Сендерге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңдар жандарым. Тимур, бауырым, Камила, үйлену тойларың құтты болсын. Сендерге ашық аспан тілеймін. Санақтарың шайқалмасын. Ең бастысы бақытты болыңдар. Ал Тимур, Камила, бүгінгі шаңырақ көтеру тойларың құтты болсын. Бақытты болыңдар, шаңырақтарың мәңгі болсын. Үбірлі-шүбірлі бола беріңдер. Бүгінгі тойларың құтты болсын.
Al konaklar endi осы tursunuzbен ортаңызды беребедік па? Yüzüm yanıp ısıt aldım gözümde. Şimdi tasam kendime getirdim. Üpügüydü coşur etti zerreşo. Sabır etti koklardan özümde. Üpügüydü coşur etti zerreşo. Sabır etti koklardan özümde. Al құрметті қонақтар, енді тойға арналған ақ дастарханға жайғасыңыздар. Япырай, сен шынымен келдің бе? Кейде өз көзіне сенбейтін кездерде болады екен ғой. Осы күндердің бәрінде сен менімен бірге болдың. Қамажай, айтшы, сен мені ойладың ба? Тамаша, айта бер, қандай сөз айтса да мен тыңдай беруге дайынмын. Қамажай, мұнда келіп отыршы. Мен қалай айтсам екен, сені жақсы көремін десем, оны екінің бірі айтады. Сенің жүрегің менімен игі жарылған сияқты. Сен болмасаң мен өзімді жетім баладай сезінемін. Сенесің бе осыған? Қабен, олай болмайды. Сен мені адастырып бара жатсың ғой. Болады. Қамажай, айтшы, сен 5 минут тыныш отыра аласың ба? Жарайды, 3 минут. Қамажай, жүріп қайтсақ қайтеді. Ал, Қабен.
Қабен, енді қоштасатын уақыт та келді. Бірнеше күн бойы жолын тосқаныма маған арнаған 1 сағат болғаны ма? Мен болмасам үйдегі кішкентай Ермекжан ұйықтай алмайды, маған қайту керек. Ал менің әлгі сұрағыма сол күйі жауап бермедің ғой? Қабен, ол маған өте қиын. Себебі 1 сағатқа қимай тастап кеткен бауырларымды өмір бақиға мен ертең қалай әкелемін? Саған үйрену керек, ал маған болса бауырларымды тәрбиелеу керек. Қамажай, сен уайымшылсың. Қойшы осындай сөздеріңді. Үй болған соң кішкентай Ермекжанды қолға аламыз. Маған бәрі. Онда бәрін де қолға аламыз. Жоқ, олай болмайды, Қабен. Ол өте қисын сөз. Қабен, мен сені түсінемін, бірақ амалым қанша. Шеше байғұс кетті, ол арманда. Әке кетті, өз жағын тауып. Енді көз жиып жатқан кезде, не болсандар да о болыңдар деп тастап кетсем, бауырларымның жағдайы не болмақ? Жоқ, сенің жолың басқа. Ренжіме, маған ертең жұмысқа бару керек, өмірімде бірінші рет. Оның үстіне үйде тірлік көп. Жұмысқа өзім-ақ орналастыратын едім ғой? Сен мені жұмысқа орналастырсаң, мен саған борыштар болып, тұрмысқа шығуына жоқ деп қалай айтатын едім? Мүмкін әлі де ойланасың. Кешір Қабен. Қош. Тағы да Ал, Камиля, енді Алла қаласа сәбилі боласыңдар, болашақтарын алда ғой. Сәби? Бізге сәбидің қажеті жоқ. Сен не дедің? Сен не айтып тұрсың? Бізге сәбидің қажеті жоқ деймін. Мен жұмысқа тұрайын, пәтер алайын. Енді маған таяқ жеу қалып еді. Кама, саған не болған? Bir жерін ауырып жатыр ма? Жоқ. Мені сенің әпкең ұрды. Ұрды? Олар саған ұрды да шығарған ба? Иә, баланың жағдайын айтып едім, соған бола шапалақпен салып жіберді. Мамуля, бері келіңіз. Иә, шақырдым. Сіз ба? Камиланы ұрған? Қолныма ұрды дейтіндей. Ұрды дейтіндей емес. Камиланы ұрған сіз бе деймін? Рас, себебі. Себебі керек емес. Камила, жүр жинал. Бұл үйде тұрудың қажеті жоқ. Теміржан, мүмкін әлі ойланып көрерсің. Камила, тез бол. Теміржан. Бұл үйдің қажеті жоқ тұрудың. Бір баспанаға ие бола алмай қалғаным ба? Темір мен екенімді неге сіз тұрмады десе, анама қай бетімді айтам. Алло, бұл жатақхана ма? Маған Оспанов керек еді. Иә, Тимур Оспанов. Алло, құлыным сен бе? Жарығым сол, қалың қалай? Камила қалай? Иә, біз аман есенбіз. Ермекжанның жазған хатын оқыдың ба? Иә, алдында салған ақшамды алдық, рахмет. Бірақ енді салмай-ақ қой. Өздеріне қалай берсін. Біздің Омар жұмысқа шықты. Иә, ақша жетеді. Ал енді камераға сәлем айт. Аман болыңдар. Ау, не дейсің? Бригадир ұсты? Бригадир едіп сайлады дейсің бе? О, жарығым сол құтты болсын. Ауыр емес пе?
жарайды, кедергі болмайын. Кейін хабарласам. Тимурым бригадир болыпты, бригадир. Әпке, сүйінші. Қандай сүйінші? Омар Қарағанды университетінде меңгерушісі болыпты. Қолыма ол әлі жас қой. Зато оның басы бар. Гаухар екеуі бақытты ғұмыр кешіп жүр. Ой, алтындарым сол. Тимурым да бригадир болыпты. Сізге бірдеңе айтайын деп едім. Мен де тұрмысқа шығам. Өз теңімді тапқан сияқты. Мен не дейін? Сен де кетем десеңші. Бақытты бол жаным сол. Бәрі де. Енді өзім жалғыз қалдым. Бақыт деген осы деймін Қамажай. Бәрін жарайсың. Марқұм аналарының 60 жастағы құтты болсын. Мүмкін тірі болғанда қазір тойлап отырар ма еді? Рахмет тілегіңізге. Омар мен Тимурдың келетін уақыты болып қалып, кешігіп жатыр. Келеді ғой. Қайда кетер дейсің? Қара шаңырақтан олар кетсе де, қара шаңырақ оларды жіберер қояр емес. Қамажай деймін, несіне уайымдайсың? Бәрін өсірдің, бәрін жеткіздің. Тимурын бригадир, Омарын ғалым, Назилан мұғалім, ал еңбегін оқушы болды. Енді мына өзіне көңіл біле қойсаңшы, саған ешкім ренже қоймасын. Осылайға ана болам деп, шынымен де ана болып кеткен деймін. Бәрі маған әлі баладай көрінеді. Той, Қамажай-ау, қызықсың-ау. Сенің орнында басқа біреу қайдан Мына мен шыдай аламын бекен. Тіпті көз алдыма елестете алар емеспін. Менікі қайбір жүрек дейсің. Осыларға деген мейірімім емес пе? Бауыр, бәрібір де бауыр екен. Қамажай, үйге шал келіп қалған шығар. Жаңа бір заңдап жиналыста отырмын деп еді. Келсе, киіндіріп осыны алып келейін. Жақсы. Ермек, бұл не? Жедел хат? Япырай, жүрегім бірдеңені сезгендей болып еді. Бұл жерде не деп тұр екен? Мамуля, бригаданың жылдық жоспарының орындалуы жайлы өндірістік басқарма алдында ертең есеп беруіме байланысты бара алмайтын болдым. Ол үшін бәрінен 1000 мәрте кешірім сұраймын. Тимур. Мамуля, кешір. Шетелде өтетін халықаралық жиынға шұғыл аттанып бара жатырмын. Қайтар жолда міндетті түрде соғамын. Өзімді құшақтап сүюші, Омар. Бұлар да келмейді. Мамуля, олар келмейді ме? Келе алмайды екен. Жұмыстан жібермеді. Кешірім сұрап жібер. Бұл жерде Ом, ал ана жерде Тим ағам отыратын. Бәрі бірге отыратын. Ал қазір олар бізді ешқашан да сағынбайды. Жоқ, Ермекжан, олай айтуға болмайды ғой. Олар бізді сағынады. Жұмыстан жібермей қалыпты. Келеді. Келеді. Ойбай-ау, Қамажай, сіздерге не болған? Қазір бәрі келеді. Мені шалында киініп жатыр. Ешкім де келмейтін болды. Омар мен Тимурды жұмыстан жібермеді. Жарайды, өзіміз ақ отыра берейік. Өзіміз. Ашшы шампаны.
өзіміз ақ тойлармыз. Өзіміз ақ. Келсе келер. Қарашанда оларды қайда тойлаймыз. Тоғыз ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолғайды. Алты қат аспан астында анамдай адам болмайды, анамдай адал болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамық алақан. Ананың жаны бозторғай, баланың жаны балапан. Адамды алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Періштем болып қорғайды, пештей болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анамдай жылу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамық алақан. Ананың жаны бозторғай, баланың жаны балапан. Адамды алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Қартайса анаң сол қайғы, ақ жүзін әжім толмайды. Жүрексіз адам болса да баласыз ана болмайды, баласыз ана болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадан мамық алақан. Ананың жаны бозторғай, баланың жаны балапан. Енді нормально болды, иә? Иә. Мынау мақтар аласың ба саған? Деп отыр. Тұтқаны бұрқаса сал берейін бе? Иә, ана. Сен, бұлай түсіп алсың. Тұтқаны бұрқаса сал берейін бе? Мобила кір, мобила кір.